Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, бүгін әңгімелейтін фильміміз «Звери, цепляющиеся за соломинки», яғни сабанға жабысатын малғұндар. Бұл фильмнің сюжеті іші ақшаға толған сөмкенің төңірегінде өрбиді. Моншаның қарапайым жұмысшысы біреу ұмытып біткен осы сөмкені тауып алады. Ол ұмытып біткен заттарды қоятын қоймаға апарып тастайды. Алайда қызының оқуына ақша төлей алмай жүрген. Оның үстіне шешесі деменциямен ауыратын болады. Ол ақшаны өзінде қалдырғысы келеді. Классикалық үлгіде киінген жігіт коллекторлардан қарыз қайтаруды кейінге қалдыруды сұрайды. Өйткені оның сүйетін қызы қарызға батырып, жоғалып кеткен. Не заплатишь, тогда заплачешь. Он любит потроха. Ест их сырыми. Рыбные, мясные, человечьи. Өзі қаламағандай өмір сүріп жүрген әйел жезөкше болып жұмыс істеп жатады. Ол жаңа таныс болған жігітімен бірге көп ұратын күйеуін өлтіргісі келеді. Бұл таныс емес адамдар керемет түрде бір-бірінің тағдырына ықпал жасайды. Заң талабын бұзатындай әр кейіпкердің өзіндік өте ауыр өткені мен тарихы бар. Олардың барлығы жақсы адам болған, бірақ орын алған жағдайлар оларды тұзаққа түсіріп, айуандарша өмір сүруіне себеп болған. Ауру ана, барлық ақшамен қашып кеткен сүйікті қыз, суға батып өлген мүрде, отбасыдағы зорлық, зомбылық. Бұл қорқынышты бақытсыздықтардың бір-бірімен байланысы жоқ болып көрінеді. Алайда тағдырлар бір нүктеге кеп тоғысады. Мен бұған дейін бұндай фильм көрмегенмін. Түнгі клубтың атмосферасы, тәбет тартатын виски, белі сынбаған ақшалардың дауысы, сәнді киінген бұзақлар, барлығы да тартымды. Фильм кореялықтардың дәрежесімен қарағанда анау айтқан қанды кадрлар жоқ десе де болады. 7 немесе 8 ғана адам өлімі. Лента 7 тақырыпқа бөлінген. Әр тақырыпта жалпы оқиғаның бір бөлігін көрерменге ұсынып отырады. Оңтүстік Корея 4 немесе одан да көп жанрларды араластыра отырып, шедевр жаратудың хас шебері болып кетті. Жалпы айтқанда кореялықтар мені тағы бір рет таңғалдырды. Сіздер де көрсеңіздер, өкінбейсіздер. Кешкі кино қаралымға ұсынамын. Ролик ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Каналға тіркеле кетсеңіз, тіпті жақсы.